Биыл Қазатомөнеркәсіп үшін күрделі кезең. Халықаралық нарықта уран бағасы күрт төмендеді. Әлемдік өндірістің 38%-ын қамтамасыз ететін ұлттық компания тығырықтан шығу жолдарын іздестіруде. Компания в целом на подъеме, несмотря на кризис. Жалпы компания өрлеу үстінде, дағдарысқа қарамастан, әрине оңтайлы жағдай кезінде баға шарықтағанда жұмыс істеген оңай. Алайда оны құны түскен уақытта ұтыста қалу әлде қайда қиын. Әлемдегі бәсеке өте күшті. Өзіміздің көшбасшылығымызды сақтап қалу үшін барлығын жасауға тырысамыз. Қалыптасқан ахуалды ескере отырып, шұғыл шараларды қолдануға тура келді. Өнімнің өзіндік құны азайтылып, шығындар қысқарды. Әртараптандыру үрдісіне басымдық беріліп отыр. Производительность труда возросла. Еңбек өнімділігі өсті. Көптеген жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр. Жаңа өндірістер іске қосылды. Инвестициялық жобалардың басым бөлігі жоспар бойынша орындалуда. Қоржынымыз да азайған емес, керісінше ұлғайып келеді. Жаңа жобалардың қатарында фотоэлектр модульдерін және сирек жер металдарын шығару. Бұған қоса Қазатомөнеркәсіп басшылығы материалдық емес активтердің құндылығын көтеруге назар аудармақ. Ал материалдық жағына келетін болсақ, биыл компанияның әкімшілік қызметкерлеріне жалақыны көтеру көзделген.